Адам ағзасы үшін дәрумендерді жеткілікті мөлшерде қабылдау маңызды. Өйткені оны шамадан тыс ішу ағзаның улануы, яғни гипервитаминозға алып келуі мүмкін. Ал ағзада дәрумен жетіспеушілігі болса, авитаминоз ауруы пайда болады. Мұны мамандар былай түсіндіреді. Зат алмасудың бәрі тікелей дәрумендерге байланысты. Егер де дәрумендер жетіспейтін болса, зат алмасуымыз төмендеп кетеді. Және ағзаға тікелей аурулар алып келе бастайды. Олардың ең бірінші белгілері терінің бозғылт болуы, адам ағзасының әлсіреуі, ашушаңдығы, тез шаршап қалуы, аяқ қолының ұюы, дұрыс тамақтанбауы, тәбетінің нашарлауы. Осындай белгілері ең бірінші дәруменнің жетіспеушілігінен. Және де егер де дәрумендердің түріне де байланысты, қандай дәрумендер жетіспейді ағзада. Темір дәрумені жетіспейтін болса, ағзада шаш түседі, тырнақ түсе бастайды, және де тері бозғылттана бастайды. Фолий қышқыл жетіспейтін болса, адам ашушаң болып келеді. Д дәрумені жетіспейтін болса, адам көбінесе инфекциялық ауруларға тез шалдығатын болады. Аяқ қолы шаршап, жүргісі келмейді, көбінесе аяқ қолы қақсауы мүмкін, буын ауруларына алып келеді. Кальций дәрумені жетіспейтін болса, адам шаршаңқы болады, буын ауруларына алып келеді. Шаштың түсуі пайда болады, қол аяқты сырқырап ауруы пайда болады. Және де сол сияқты әр дәруменнің өзінің орны бар және өзінің сипаты, клиникасы болады. Ал жаз мезгілінде дәрумендерді қайдан алуға болады? Дәрумендердің негізгі көздері тағамдар. Сонымен қатар кейбір дәрумендерді біз күн сәулесінен аламыз. Әрбір дәруменге тоқтала кетсек, А дәруменін көбінесе осы жеміс-жидектерден, көкөністерден алуға болады, және теңіз өнімдерінен алуға болады, балықтан алуға болады. Б дәруменнің негізгі көзі осы түрлі жармалар, жаңғақтарды жатқызуға болады, және де көптеген жасыл шөпті көкөністерді жатқызуға болады. Сонымен бөлек С витаминіне тоқталсақ, С витамині көбінесе жеміс-жидектерде болады. Біз білетін, мысалы, цитрус өнімдерінде көп болады, және шиповник деп жатады, түрлі жидектерде көп мөлшерде кездеседі. Ал Д витамині көбінесе балық өнімдерінде, соның ішінде теңіз өнімдерінде көп болады. Д витамині қазіргі кезде осы жаз мезгілінде көп күн сәулесінен алуға да болады. Сонымен бөлек, мысалы, Е витамині деп жатамыз. Бұлар майлы витамин болғандықтан, олар майлы тағамдарда көп кездеседі. Мысалы, жаңғақтар, түрлі майлар, зәйтүн майы, рапс майы деп жатамыз. Соларда кездеседі. Және де мысалы, фолий қышқылына келетін болсақ, ол көкөністерде, сосын шпинат деп жатамыз, түрлі салат өнімдерінде көп кездеседі. Сондай-ақ мамандар иммунитет көтеретін препараттарды сынама тапсырып, дәрігер рұқсатымен ғана ішуге кеңес береді, және күнделікті рационда көкөніс пен жеміс-жидек пайдалы майдың болғаны дұрыс дейді. Өйткені дәруменнің 90% ағзаға тікелей тағаммен бірге түсетінін ұмытпаңыз. Сондықтан